بسم الله الرحمن الرحيم. Енді Алладан вахи түспей ме? Ахмади мұсылмандары шын мәнінде де Алла вахи беруді, яғни аян беруді жалғастыруда, және ол бұны тоқтатқан емес деген түсінікті ұстанады. Бұл өте маңызды мәселе. Себебі бүгінгі күні өделенген мәсіхтің қарсыластары бұл мәселені Ахмадия мұсылман жамағатына қарсы сын ретінде көтереді. Ахмади мұсылмандары Алладан вахи әлі де түсуде деп сенеді, және олар бұны қасиетті Құранға, хадистерге және беделді ғұламалардың сөздеріне сүйене отырып, Құдайдың вахийі әрдайым болған және бұдан кейін де бола береді деп дәлелдейді. Бұған қарсы пікірге келсек, ең біріншіде мынадай сұрақ туындайды. Бұрын, өткен замандарда Алла тағала өз құлдарымен вахи арқылы сөйлесетін. Енді неліктен ол қазір сөйлеспеуі керек? Егер сөйлесу қабілеті Алланың сипаты болса, неліктен бұл сипат қазіргі уақытта тоқтап, жойылып қалған? Алланың бірде-бір сипаты ешқашан тоқтамаған, жойылмаған. Оның сипаттары өзі сияқты мәңгілік. Екіншіден, Ахмадия жамағатына қарсы болған молдалар бұл дүниеге Әзіреті Имам Мағдиден келетініне және ол мұсылман үмметінде туылатынына сенеді. Енді қарапайым сұрақ. Олардың сенімі бойынша сол Имам Мағди өзінің нақты Имам Мағди екенін қалай біледі? Егер ол Құдайдан вахи алмаса, егер Құдай оның Имам Мағди екенін хабарламаса, ол бұны қайдан біледі? Бұл сау ақылға қайшы келеді. Бір жағынан адамдар Алланың тарапынан рухани реформатордың, яғни Имам Мағдидің келуін күтуі керек екен. Ал екінші жағынан Алла қазіргі уақытта ешкіммен сөйлеспейді дегенге сенуі керек екен. Үшіншіден, Алла тағаланың өз құлдарымен сөйлесуден бас тартуы, Құдай кешірсін, Алла тағаланың өзінің құдайлық болмысынан бас тартуымен тең. Біз бұны Кәрім Құраннан білеміз. Онда Әзіреті Ибраим пайғамбар алейхиссалам өз жұртын жалғыз Аллаға құлшылық етуге үгіттеп, пұтқа табынушылықтан бас тартуға шақырғаны айтылады. Сонда Әзіреті Ибраим алейхиссалам пұттар қаз-қатар тізілген жерге барып, оларды бір-бірлеп сындыра бастады. Бұл оқиға Құранның Әл-Анбия сүресінде баяндалған. Сонда ол пұттарды быт-шыт қылып шақты. Тек үлкенінен басқасын, бәлкім олар содан сұрар деп. Олар, құдайларымызға бұны кім істеді? Расында ол залымдардан десті. Олар, Ибраим деген жігіт осыларды сөз қылып жүргенін естідік деді. Олар, оны жұрттың алдына алып келіңдер, олар бұны көрсін деді. Олар, ей Ибраим, бұны құдайларымызға сен істедің бе? деді. Ол, бәлкім бұны істеген мынау, олардың үлкені, егер сөйлей алса солардан сұраңдар, деді. Сонда олар жақтастарына оралып, расында сендер өздерің залымсыңдар, десті. Бұл аяттарда Әзіреті Ибраим алейхиссалам пұттарда құдайлық сипат жоқ екенін дәлелдеу үшін бір ғана дәлелмен шектелді. Бұл дәлелдің Алла тағалаға ұнағаны соншалықты, ол оны өзінің мәңгілік қасиетті кітабына енгізген. Сонымен Әзіреті Ибраим алейхиссалам бұл пұттарда ешқандай құдайлық сипат жоқ екенін қалай дәлелдеді? Мынау олардың үлкені, егер сөйлей алса, солардан сұраңдар. Ол адамдарға пұттардың естімейтінін және сөйлей алмайтынын түсіндірді. Сондықтан олар қалайша Құдай бола алады? Егер мына пұт сөйлей алса, бұны кім істегенін содан сұраңдар, деді. Осы дәлелмен Әзіреті Ибраим алейхиссалам сөйлей алмайтын, Құдай бола алмайтынын дәлелдеді. Енді қазіргі уақыттың кейбір молдалары да Құдай тағалаға қатысты дәл сондай сенімде, яғни Алла сөйлемейді деген сенімде. Ал Құран сөйлей алмайтын, Құдай бола алмайды деп мәлімдейді. Сондай-ақ қасиетті Құран Әзіреті Муса алейхиссалам туралы баяндағанда, Алла Мусаның халқы өздеріне алтын бұзау жасап алып, соған табына бастағанын айтады. Құранда Алла тағала
жасанды алтын бұзау құдай бола алмайтынын және жалбарынуға лайық еместігін дәлелдей келе Әл-Ағраф сүресінде былай дейді: әрі Мұсаның қауымы ол кеткен соң өздерінің әшекейлерінен мөңірегендей дауыс шығаратын бұзаудың мүсінін құдай етіп жасап алды. Оның пұт бұзаудың өздерімен сөйлеспейтінін және өздерін тура жолға бағыттай алмайтынын олар көрмейді ме? Олар оны құдай етіп қабылдады және олар залымдардан болды. Бұл аятта Алла тағала жасанды алтын бұзаудың құдай бола алмайтынына екі дәлел келтірді. Соның бірі ол сөйлемейді. Ал қазіргі молдалар Алла да сөйлемейді деп мәлімдейді. Алла тағаланың осы пұттар мен алтын бұзауларды құдайлық сипатқа қабілетсіз деп оларды жоққа шығаруға қолданған дәлелі енді Алланың өзіне қарсы бағытталған. Құранның тағы бір жерінде осы тақырыпқа қатысты Алла тағала былай дейді: содан кейін ол оларға мөңірейтін жансыз денелі бұзау жасады. Сонда олар: мынау сендердің және Мұсаның құдайы, бірақ ол бұны ұмытқан деді. Олар бұның пұттың өздеріне жауап қайтармайтынын және олар үшін зиян да пайда да келтіруге пәрменсіз екенін көрмейді ме? Бұл аяттарда Алла тағала тағы да бұзаудың құдай емес екенінің дәлелі ретінде оның сөйлемейтінін сөз етті. Дәл осы себепті қасиетті Құранда Алла тағала адамдарға өзінің бар екенін, бір екенін білдіру үшін дәлел ретінде мені шақырғандардың дұғасына, маған жалбарынғандардың тілегіне жауап беремін дейді. Әрі құлдарым сенен мен туралы сұрағанда, расында мен жақынмын, мені шақырғанда жалбарынушының дұғасына жауап беремін. Сондықтан олар айтқанымды орындасын және маған сенсін, сонда тура жол табады. Бұл аятта Алла тағала өзінің бар екенін, алыс емес жақын екенін, өзіне жалбарынушылардың дұғасына жауап беретінімен дәлелдеді. Дұғаларға жауап уахи түрінде, яғни аян түрінде берілуі мүмкін. Шындығында да Алла уахи түрінде жауап береді. Сонымен қатар Құраннан біз Алла тағаланың періштелері жерге түсіп, адамдарға Алланың игі хабарларын жеткізетінін білеміз. Расында Раббымыз Алла деп, сосын беріп тұрғандарға періштелер түседі де айтады: қорықпаңдар да қайғырмаңдар, және сендерге уәде етіліп жатқан жәннатқа қуаныңдар. Біз осы өмірде және ақыретте сендермен доспыз. Әрі онда сендерге көңілдерің қалған нәрселер мен сұраған нәрселерің болады. Құранның осы екі аятында Аллаға сеніп және сол сенімінде берік болған адамдарға періштелер түсетіні өте анық мағынада айтылған. Және оларға түсетін періштелер мылқау емес. Періштелер оларға түсіп, игі хабарлар жеткізу арқылы сүйіншілейді. Міне, уахи деген сөздің мағынасы осы. Алла өзінің періштелері арқылы құлдарымен сөйлескенді уахи дейді. Хадистерде мұсылман үмметіне Әзіреті Иса алейхиссалам келгенде оған көктен уахи түсетіні, яғни Алладан уахи берілетіні анық жазылған. Осылайша Сахих Муслим хадистер жинағында мынадай сөздер бар: Алла Исаға уахи етеді. Сонымен Әзіреті Иса алейхиссалам уахи алатыны дәлелденді. Өйткені ардақты Мұхаммед пайғамбардың өзі саллаллаху алейхи уассалам Әзіреті Исаның Алладан уахи алатынын айтты. Енді үмметке уәделенген Мәсіх Әзіреті Мырза Ғұлам Ахмед алейхиссалам Алладан уахи алғанын жариялағанда, сондай-ақ Ахмади мұсылмандары Алланың уахиы тоқтамағанына әлі де түсе беретініне нық сенеді. Сонда Ахмади мұсылмандарының бұл сенімі қасиетті Құран мен ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне қалайша қайшы келеді? Тіпті керісінше, уәделенген Мәсіхтің қарсыластарының сенімі Құранға да, ардақты пайғамбардың сүннетіне де толықтай қайшы келеді. Тіпті мұсылман үмметінің беделді ғұламалары да Әзіреті Исаға алейхиссалам уахи түсетініне сенген. Осылайша, ғұлама Ибн Хаджар әл-Хайтамиден радиаллаху анху үмметке уәде етілген Иса Мәсіх келгенде,
оған уахи түсе ме жоқ па деп сұрағанда, ол кісі былай деп жауап берген: Я, Муслим хадисінде және басқа да хадистерде Науас ибн Самғаннан риуаят етілгендей, Исаға нағыз уахи түседі. Сол жерде ғұлама тағы былай айтады: Бұл уахиді сөзсіз Жәбірейіл түсіреді. Өйткені Алла тағала мен оның пайғамбарлары арасындағы елші періште тек сол, басқасы емес. Ғұлама айтады: Әзіреті Исаға алейхиссалам түсетін уахиді Жәбірейіл періште жеткізеді деп. Кейбір адамдардың Жәбірейілдің алейхиссалам келуі де аяқталды, ол енді жерге қайтып түспейді деген ойлары да мүлдем қате. Үмметтің ғұламалары Жәбірейілдің алейхиссалам жерге әлі келетініне және адамдарға Алла тағаланың хабарларын жеткізуді жалғастыратынына әрдайым сенген. Сонымен сөзімізді қорытындылайтын болсақ, бұл жерде біз қасиетті Құранға, хадиске және беделді ғұламаның сөзіне сүйене отырып уахидің жалғасып жатқанын және періштелердің түсетінін дәлелдедік. Бұл періштелер шын мүминдермен сөйлеседі. Әзіреті Исаға алейхиссалам уахи түседі және бұл уахиді оған Әзіреті Жәбірейіл алейхиссалам жеткізеді. Сондықтан Ахмадия мұсылман жамағатының сенімі қасиетті Құранға, ардақты Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне және мұсылман ғұламаларының сөздеріне толық сәйкес келеді. Егер Ахмадия жамағатының қарсыластары уахидың аяқталмағанына қарсылық білдірген кезде жаңа шариғат, заң әкелетін уахидың түсуін меңзесе, онда бұл жерде ешқандай қарсылыққа себеп жоқ. Өйткені Ахмадия мұсылман жамағаты жаңа шариғатты әкелетін уахидың түсуі енді мүмкін емес екеніне толықтай сенеді. Енді ешқандай жаңа шариғат, ешқандай жаңа шариғи кітап түспейді. Себебі шариғат қасиетті Құранмен толықтай жинақталып жетілдірілген. Бұдан басқа, яғни шариғат түсіретін уахидан басқа, мубашират, яғни игі хабарлар түріндегі уахилар түсуі мүмкін. Бұның дәлелдерін сіздердің назарларыңызға ұсындық. Сондықтан, уәделенген Мәсіх Мәғди Әзіреті Мырза Ғұлам Ахметтің алейхиссалам Алла тағаладан алған барлық уахиларының деңгейі мубашират, игі хабарлар деңгейіндегі уахилар, игі хабарлар деңгейіндегі уахилар, игі хабарлар деңгейіндегі